Саламатсыздар ма білім алушылар? Бүгінгі сабақта біз сіздермен органикалық қосылыстардың жіктелуін және де гомологтық қатар деген терминді қарастырамыз. Алдымен органикалық қосылыстардың жіктелуін қарастырып кетейік. Органикалық қосылыстарды ең басында қарастырған кезде оларды екі үлкен топқа бөлсе болады. Олар циклді қосылыстар және де ациклді қосылыстар. Өздерінің аттары айтып тұрғандай, біреулерінде цикл болады, ал біреулерінде цикл болмайды. Мысал ретінде көмірсутектерді қарастыратын болсақ, алкен, алкан, алкаден деген қосылыстарымыз, олар ұзын тізбекті қосылыстар болып келеді. Олар тармақталуы мүмкін, бірақ та олар белгілі бір циклға түйінделмейді. Оларды біз ациклді қосылыстар деп айтамыз, яғни ол жерде цикл жоқ. Ал егер де біз циклоалкандар немесе ароматты көмірсутектерді қарастыратын болсақ, ол жерде біз циклдың пайда болғанын байқаймыз. Мінекей осындай қарапайым әдіс арқылы біз ациклді қосылыстарды циклді қосылыстардан ажырата аламыз. Келесі бізде осы циклді қосылыстарымыз ары қарай тағы да екіге бөлінеді. Олар бізде карбоциклді және де гетероциклді қосылыстар. Негізгі атауын гомоциклді және де гетероциклді деп айтса болады. Сол кезде барлығымызға түсінікті болады. Алдыңғы сабақтардан немесе 8-ші сыныптың сабақтарынан сіздер жақсы білулеріңіз керек. Гомо дегеніміз бір текті, ал гетеро дегеніміз әртүрлі дегенді білдіреді. Сонда әртекті цикл және де бір текті цикл дегенді қалай түсінеміз? Егер де екінші терминді дұрыстап тұрып қарайтын болсақ, карбоциклді қосылыс. Яғни ол жерде карбон деген сөз қолданылады. Ол бізде көміртек дегенді білдіреді. Сонда карбоциклді қосылыс дегеніміз цикліміз түгелдей көміртек атомдарынан тұрған жағдайда айтамыз. Ал егер де біз осы жердегі бір атомның орнына басқа атомды қоятын болсақ, мысал ретінде азот, оттек деген сияқты, онда біз гетероциклді қосылысты аламыз. Тура солай біз ациклді қосылыстарды да екіге бөлсек болады. Оны сіздер осыған дейін де естігендеріңіз бар шығар. Олар бізде қаныққан және де қанықпаған көмірсутектер. Көмірсутегіміз қаныққан ба, қанықпаған ба екенін анықтау өте оңай. Біз жай ғана оның ішіндегі қос байланыстардың немесе үштік байланыстардың бар жоғына қараймыз. Егер де сіз тізбекті толықтай ашқан кезде көміртек атомдардың арасында қос байланыс немесе үштік байланыс жоқ болса, ондай қосылысты біз қаныққан көмірсутектер деп айтамыз. Ал егер олардың аралықтарында еселік байланыстар пайда болып жатқанын көрсек, онда біз оларды қанықпаған көмірсутектер деп айтамыз. Сонымен қатар біздің қосылыстарымыз функционалдық тобына байланысты әртүрлі топтарға бөліне алады. Яғни біздің қосылысымызға қосылып тұрған функционалдық топты көретін болсақ, біз олардың әртүрлі кластарға жіктеліп тұрған түсіне аламыз. Егер де біздің қосылысымызға OH тобы қосылып тұрса, онда оны спирт деп түсінеміз. Ал егер де біздің қосылысымызға карбоксилді топ қосылып тұрса, онда оны біз карбон қышқылдарына жатқызамыз. Егер де NH2, NH немесе жай ғана N үш радикалмен көретін болсақ, ондай қосылыстарды біз амин топтарына жатқызамыз. Біріншілік, екіншілік, үшіншілік аминдер деп бөлеміз. Егер де біз карбонилді топты көретін болсақ, яғни CO, осы топтың қай жерінде орналасқанына байланысты біз оны немесе альдегидке, немесе кетон топтарына жатқызамыз. Мінекей балалар, түсінікті ғой. Сіздерге органикалық қосылыстарды жіктеу үшін оның тек қана құрылымдық формуласына қарау жеткіліксіз болып келеді. Әрине, сіз оның құрылымдық формуласына қарауыңыз керек. Оның ішінде қос байланыстар бар ма, жоқ па, цикл бар ма, жоқ па деген сияқты сұрақтарға жауап алуыңыз керек. Бірақ та осымен қатар сіз ешқашанда ұмытпаңыз, функционалдық топтар деген бар. Функционалдық топтар ол бізде өте көп әсер ететін зат. Яғни осы тобына қарап біз қосылысымыздың қасиеттерін болжай аламыз. Ал қандай топтың қандай қасиетке немесе қандай классқа жатқызатынын сіздер жаттап алуларыңыз керек. Ол бір үлкен қиындық туғызбайды. Себебі мектепшілік бағдарламада және де ұлттық бірыңғай тестілеу бағдарламасында келетін функционалдық топтардың саны шектеулі. Егер де әр қайсысына 5 мысалдан жазып алатын болсаңыздар, сіздер ұзақ уақытқа дейін есте сақтап аласыздар.
Органикалық қосылыстардың жіктелуі сіздерге түсінікті деген ойдамын. Олай болса, екінші тақырыбымызды қарастырайық. Ол бізде гомолог, немесе гомологтық қатар деп аталынады. Қысқаша өз сөзімен сіздерге түсіндіріп көрейін. Гомологтық қатар дегеніміз ол жанұя деп түсінсек болады. Ұлттық бірыңғай тестілеуде көптеген оқушыларымыз гомологтық қатарды изомериямен шатастырады. Естеріңізде сақтаңыздар. Изомерия дегеніміз ол екі түрлі молекула, бірақ та олардың химиялық формулалары бірдей болып келеді. Әрине бұл толық анықтама емес, келесі сабақтарда изомерияға толықтай тоқталамыз. Бірақ та осы арқылы біз изомерияны гомологтан ажырата аламыз. Изомерия дегеніміз екеуінің химиялық формуласы бірдей болғанын көрсетсе, гомолог керісінше, олардың формулалары бірдей болмайды. Олардың тек қана жалпылама формуласы бірдей болуы керек. Мысал қарастырайық. Бізде CnH2 плюс 2 деген формуламыз бар болсын. Егер де мен осының орнына 1 деген санды қоятын болсам, осы формуладағы n-нің орнына, онда мен CH4 деген формула аламын. Яғни n-нің орнына 1 тұр. Мына жерге 1-ді қойсам, 2-ге көбейтеміз, плюс 2, сонда бізде 4 шығады. Енді, егер де мен осы формуланың орнына, n-нің орнына 2-ні қоятын болсам, онда мен C2H6 деген қосылысты аламын. Ары қарай егер де мен 3-ті және де 4-ті қоятын болсам, мен C3H8 немесе C4H10 деген қосылыстарды алып жатырмын. Мінекей балалар, осы қосылыстар өзара гомологтық қатар болып саналады. Гомологтық қатарды бізде метан бастап келатыр, яғни CH4. Ал оны жалғастырып атқан этан, пропан, бутан деген қосылыстар. Сонда біз енді анықтамасын толығырақ айтып көрейік. Гомологтық қатар дегеніміз бір классқа жататын, бір жалпылама химиялық формулаға жауап беретін қосылыстарды айтамыз. Олардың қасиеттері бір-біріне ұқсас болып келеді. Яғни метанның белгілі бір реакцияға қатыспайтынын білсеңіздер, онда сіздер бутанның да химиялық реакцияға қатыспайтынын жақсы білесіздер деген сөз. Әрине, бұл гомолог болғанымен де олардың толықтай қасиеттері бір-біріне ұқсайды деген сөз емес. Тек қана негізгі қасиеттері ұқсайды. Ал басқа физикалық қасиеттері басынан аяқ ақырындап белгілі бір заңдылықпен өзгеріп отырады. Мінеки, осындай заттарды біз гомологтық қатар, гомологтық заттар деп айтамыз. Егер де сізге гомологтық қатарға жататын қосылыстарды табыңдар деген сұрақ келетін болса, онда екі заттың жалпы формуласын анықтап көресіздер. Егер де сіздер алкандар, алкендер, алкадендер, ароматты көмірсутектер, спирттер, эфирлер деген сияқты барлық органикалық қосылыстардың класстарын жақсы білетін болсаңыздар, онда сіздерге ешқандай қиындықты туғызбайды. Сізге тек қана екі түрлі қосылыс, бірақ та бір классқа жататын қосылысты таңдау керек. Мысалға, сіздер бір атомды спиртті таңдасаңыз болады, метанол мен пентанол. Формулалары әртүрлі, бірақ та олардың жалпылама формуласы бірдей болып келеді. Мінеки бала, осындай заттарды біз гомологтық қатар деп айтамыз. Тағы да қайталап кетем, гомолог ол жанұя десеңіздер болады. Егер де сіздердің қосылыстарыңыз бір жанұяға кіретін болса, онда оларды бір-біріне гомолог деп айтамыз. Бірақ та олар бір-біріне изомер емес. Изомер болу үшін олардың формулалары бірдей болуы керек. Яғни CH8, CH8 деген сияқты. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ сіздерге толықтай түсінікті деген ойдамын, және де болашақта гомологтық қатарды шатастырмай жүресіздер деп үміттенемін. Әрине, жаңа мен айтқандағыдай, органикалық қосылыстардың жіктелуін жақсылап тұрып түсіну үшін сіздерге бүкіл класстарды жазып, функционалдық топтарын жазып, әрбір класстарға 5-5-тен мысал келтіріп өздеріңізге жазып алыңыздар. Сол кезде сіздер бұл тақырыпты ұзақ уақытқа дейін естеріңізде сақтайсыздар. Олай болса, әдеттегідей сіздермен болған химик Абылайхан, келесі сабақтарда көріскенше.